Сосын ойбай Тұран түркі деген әңгімені айтып жатыр екенбіз. Айналайындар, орыс пен Қытай тұрғанда, қазақтың халқы дәл қазіргідей саяси сауатсыз болып тұрғанда, ешқандай Тұран да түркіде құрылмайды. Сен алдымен демократиялы ел бола алмай отыр. Өз құқыңды өзің қорғайтын сауатты халқың болмай тұр. Экономикада халық бай бақуатты болмай тұр. Қоғамның тек 1%-на да жетпейтін, тіпті 0,1% бүкіл қоғамның 99% байлығын меңгеріп отырған елде жасап, сен Тұран деген одақ, түркі деген одақ деп қиялдамай-ақ қойыңыздар. Және осы аталмыш Тұран, түркі дегендердің барлығын қараш, қайсысы демократиялы ашық ел? Қайсысында демократия бар? Қайсында адамдар діни көзқарас үшін, саяси көзқарас үшін, немесе бір тапта, бір кланға тәуелді болмаған үшін қудаланбайды? Қайсында әділ сайлау бар? Соны маған айтыңыздаршы. Одақтар, ол Тұран одағы да, түркі одағы да, ана одақ, мына одағы да, ол әрбірден кейін диктаторлардың тағын сақтайтын одақ. Ол қазақ халқын құтқаратын, қазақ халқының басын оңға қарататын одақ емес. Қазақты жақсылыққа жеткізетін одақ емес. Осыны біліңіздер, қазағым. Мынандай саяси ұғым бар. Әлсіз билік, күшті мемлекет, күшті қуатты бай халық. Яғни билік әлсіз болады. Халық бай қуатты болады. Медиа халықтың қолында. Ақпарат еркіндік халықтың қолында. Саяси билік халықтың қолында. Халықта жаңағы кәдімгідей мемлекетті меңгеру, жаңағы кәдімгідей мемлекеттің барлық жұмыстарына килігу, керек десең қабылданып кеткен заңдарды күшін жою құқы болатын. Ал осындай ел ғана ол шын мәндегі тәуелсіз ел. Бір тұтас ұлттың бәленбай мыңжылдық тарихы бар, түгенбай миллион квадрат километр жері бар. Бүкіл адамзатқа ықпал еткен халықтың тағдырын бір сорлы диктатор топас, өзінің қарынан басқан ойлай алмайтын, бір есек бас шешетін халық, ол ана одаққа біріксе де, мына одаққа біріксе де ешқашан оңбайды. Сондықтан қазақтар, ойбай бізді түрік келіп жарылқайтын болды, ойбай байрақтардың зауыты Қазақстанда құрылатын бопты деген ертегіге сенбеңдер. Тоқаевтың ол сендерге соруға беріп қойған кәмпиті чупа-чубы алданып отырып деп. Тоқаев ол орыстың басыбайлы құлы. Ол тек қазақ ұлтшылдарын алдау үшін жасаған пиар. Ердоған да өзінің жаңағы амбициясын орнатып бүкіл түркі халқының басын қосты деген аталмыш бір сондай бір амбициясын орнатып бүкіл түріктердің алдында өзінің бір жаңағы тек Түркия түріктерінің емес бүкіл дүние жүзі түріктерінің көсемі деген мақсат үшін келіп отыр. Ол да ана Әзербайжандардың Арменмен соғысында түбегейлі Арменияны тықсырып тұрып, ана ата-бабасының жерін тартып алуына түбегейлі көмектескен жоқ. Путинмен саудаласты да, Әзербайжандар сәл ғана жеңіске жеткеннен кейін тоқтатып та қойды. Болды. Міне. Болмаса Әзербайжан кәдімгідей өзінің ата-бабасының ежелгі жерін әрмендерден алатын болса, үлкен нәтижеге жететін еді. Оған Ерекең мүдделі болмай қалды. Себебі Ерекең мен Путиннің ортасында бір сыбайластық жүріп кетті. Әңгіме қайда жатыр? Бәрі сауда. Айналайын халқым. Ол біздің Қазақстанға келген байрақтар бар ғой, мен сіздерге айтайын. Сол байрақтарыңыздың бар ғой. Қазақтар әзірдің өзінде ойлап кетті, ана байрақтарды қайда сатсақ екен. Мына бір топ сұмырай қазақ Қытай ұшып кетті, мына байрақтардың копияларын жасап, ана ақпараттарын ұрдап сендерге береміз, қанша миллиард бересіңдер деп. Бір топ сұмырай қазақ Арабқа ұшып кетті.
Біз осы байрақтардың бір копиясын сендерге берейік, өздерің бірдеңе қыңдар, бізге қанша миллиард бересің деп. Ол қазақтар, ол байрақтарыңды, ол білмеймін енді образдап тұрып айтқанда, біздің мына сұмырай парақорларды бар ғой, егер жәннатқа бір 5 минутқа кіргізсе, жәннаттың өзін құртып жібереді ғой. Құдайдың өзі қайтадан жәннатты тазалайды енді бір хикметімен. Егер деймін ғой енді, ол кірмейді ғой, олар жәннатқа кірмейді, 100% кірмейді біздің сұмырайлар. Бұндай ұрғары қарақшы, бұндай халқының бүкіл несібесін ұрдаған, бұндай жауыз сұмырай, екі қол қанға малынған, бұндай қанішерлер жәннатқа кірмейді. Бірақ менікі образды сөз. Енді молдалар дереу тағы бір пәтуаны тарс еткізбеңдер, шошимыз сендердің. Сендер өзі жәннаттың әддел қадірі болып алдыңдар ғой. Жаңағы анау мынау деп осы неше түрлі бәле айтып. Біздің сұмырайлар мен жасаған ешқандай жұмыс оңбайды. Соған сеніңіздер. Халық өздерің көздеріңді ашпай, өздерің бір адам екендіктеріңді өздерің сезіп, өздерің билікті қолдарың алмай, батыстан біреуге құтқарады екен анау мынау деп ойламаңдар. Біреуге құтқарады екен деп құтқармайды сен ешкім. Диктаторлар клубы болады ол. Сосын мына Еуроодақ қалай құрылды? Еуропа осы Еуроодаққа жету үшін қанша жыл күресті. Соны біліңіздерші. Еуроодақ құрылу үшін тұтас Еуропаның деңгейі бір-біріне жете қабыл болды ғой айналайындар. Ақшалар бір-біріне жете қабыл болды. Тұрмыс деңгейі жете қабыл болды. Және оларда Францияда халықтың тығыздығы, ана жерде халықтың тығыздығы, өнеркәсібі, өндірісі бәрі сәйкесті. Тіпті ең қысқасы бүкіл тұрмыстық жағдайы бір-біріменен ымдасып, жымдасып, сондай бір сәйкестікке жеткен кезде салығы бәрі ақша аударымы, ең соңында сол ақшадарын бір-бірін аудара жалықты да 1 евроны шығарайықшы деді. Ар тиынын есептеп, бер есептеп, ең соңында бір ақша жасады. Содан НАТО болып бірікті. Ортақ әскер шығаратын болды халқына қарап. Ортақ бюджеттен ортақ әскерді қаржыландыратын болды. Мынаның халқы 10 миллион, ананың халқы 80 миллион. 10 миллион өзіне тиісті бюджет қорғаныстың ақшасын ортақ. Анау 80 миллиондық тиісті адамның қаржысын ортақ шығарды. Сөйтіп жүріп Еуропаның әскері болды. Айналайындар, диктаторлар одағы қалай болады? Сондықтан ол одақ кәдімгі одық сияқты болады. Күні кеше қазақты қынадай қырып жатқанда қандай да бауырластық болды ма? Қынадай қырылған қазақтардан біреудің жүрегі ауырып, мына қазақтарға оқ атпа, ана түрмедегі 10 мың қазақты босат, ол менің кардашым деген біреу болды ма? Жоқ. Ешқашан ойламады. Улан қайыр далаң бар қазақ, қисапсыз байлығың бар қазақ. Мұнайың мен газыңда қисап жоқ. Жер бетінің 60% ураны қазақ жерінде. Жер бетінің бүкіл астығын ертең Украина мен қазақ, осы сияқты территориясы кең елдер шешеді. Осындай байлығың бар кезде біреулермен одақ болу, ол сен есебіңді анық біл. Алдымен қазақ өсуі керек, көктеу керек. Мынау 2 миллион 717 мың шаршы квадрат километр жер әр қазаққа тепкен қып бөлініп берілу керек. Әр қазақтың жері болу керек, әр қазақ құлдықтан азат болу керек, әр қазақ миллионер болу керек, жоқшылықтан жерді сатпау керек, мемлекеттің заңы тастай болу керек. Біз білмейтін 1 миллион гектар жерді ана жақтан ана акасына, мына жақтан мына қардашына ешкім бермеу керек. Оның барлығы қазақтың мүлкі, мал мүлкі болу керек, заңмен қорғалу керек. Ешқандай бір қазақ сатайын десе де ұлттық мүддені, қазақтың жерін сата алмайтын болу керек. Қазақ бай, бақауатты болу керек, өзгеге жем болмау керек, тепетең болу керек. Өзінің Құдай берген байлығына өзінің қолы жету керек. Сосын барып одақ бол, дос бол.
өзің мыжырайған иесісің, өзің адам құсап өмір сүре алмайсың, айналдырған бір мың семья, министрі, депутаты, сұмырай арсыз журналисті, бай бағланы, миллионері, Назарбаевтың әулеті, олардың әулеттерінің әулеті, құда жекжаты, со сияқты бір ірі семьядан 200 жаңағы билік жағалаған жаңағы қалың үстем таптың өкілдері, діни өкілдер, үстем таптың діни өкілдері, үстем таптың идеологтары, үстем таптың магнаттары, үстем таптың саясаткерлері, осылар қазақ халқын бақытсыз қып, сорлығы безіп отырған осындай жағдайда сен ешқандай бір одақтан үміт те күтпе, ешқашанда мына бір одақ мені құтқарады екен, ойбай деп алақайлама. Алдымен демократиялан қазақ, алдымен бүкіл байлықты тең бөліс, кем дегенде жеріңді бөліс. Әрбір қазақ жеріңді бөліс. Шетелге кеткен ақшаның бәрін қайтарып, әрбір қазақ миллионер болсын. Мына сұмырайлардың бәрін жазалайық. Ауылдың полициясынан тартып, ең соңғы ішкі істер министріне дейін. Киембіден тартып бүкіл судья, парақор, барлық киембі, барлық полицей, судья, екі қолы қазақтың қанына малынған барлық сүмелектерді бәрін тексеріп отырып жазалайық. Қазақстанда әділет орнатайық. Батыстық бақылаушыларды, батыстық сарапшыларды әкеп отырып, ең керемет жүйе жасап шығайық. Ешкім нақақ сотталмайтын, ешкім нақақ өлтірілмейтін. Бүкіл 30 жылдық нақақ делолдар, тіпті Советтің 70 жылын қосып, бір ғасырлық нақақ делоны қарап шығайық. Әр қазақ бақытты, баяшатты, бай бағлан болсын. Әр қазақтың баласы Европа, Америкада оқысын. Орыс тілінен түбегейлі арылған, қазақтың ұлттық мүддесі қорғалған, ең керемет сондай бір жүйені орнатып ап, сол орнап әрбір қазақ бодандықтан құтылып, отарлықтан құтылып, бодандық санадан, отарлық санадан, құл мінезділіктен, орыс құлдықтан, араб құлдықтан, қытай құлдықтан құрылып, әрбір қазақ тура қасқырдай жаңағы атылып тұрған арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты болып тұрған көкбөрінің рухындай рухы бар. Әрбір қазақ өзінің ұлт үшін, мемлекет үшін күресе білетін, ешкімге сатылмайтын. Біреулер тақты басып қалам десе де, ұлтты сатам десе де саталмайтын. Мынау батыстағы сияқты 1000 саясаткер келіп, 1000 саясаткер кетсе де, батыстық ұстанымнан, демократиялық ұстанымнан айнымайтын. Бір сүмелек келіп, бір ұлтты құртатын саясатты жасап, құртайын десе де құрталмайтын. Тағаны мықты, негізі мықты бір мемлекетті орнатып ап, содан кейін қай одаққа қосылсаң, сол одаққа қосылшы. Қазіргі мынау диктаторлар күлігі, мынау Тұран түрік деп ауырмаңдар. Тұран түрік деп ауырмаңдар. Сені тұраншылдықта, түрікшілдікте құтқармайды. Сені демократия құтқарады. Ертең тұтас Тұран түрік демократиялы ел болып, Еуропа сияқты болып, ашық бизнеске жол беріп, бүкіл сол жердің халықтары диктаторлардан құтылса, онда окей, онда Тұран түрік одағын құрам деп, ортақ нарықтық экономикалық кеңістік қалыптастырам деп, ортақ саяси кеңістік қалыптастырам деп ұмтылсаң болады. Бірақ дәл қазір мынау бүкіл түрік елдерінің барлығын диктаторлар билеп, таққа бір жабысқанда құйрығы 30 жылға дейін жабысып қалатын мынандай жүйе болғанда, бірін бірі қынадай қырып жатқанда, біреу мәудемейтін болғанда, адамдық құқық аяққа тапталып жатқанда, діни еркіндік, саяси еркіндік жоқ кезде, ондай фашистер мен диктаторлардан құралған одаққа үміт артпай-ақ қой қалың елім қазақ. Құрметпен, Серікжан Біләшев. Түрікшілдер мен тұраншылдар және қандай да бір қандық қатынасты негіз етіп, соныменен ауыратын азаматтарға ауыр тиеді. Бірақ ащы болса да шындық осы. Қанмен құрылған қатынастар Орыс пен Украиннан жақын емессіңдер. Орыс пен Украин міне ғасырлар бойы бірге болып, етене болып, жауға бірге шауып жасасқан, бірін-бір аудармасы түсінетін бауырлар міне қазір бірінің етін бірі жеп, сүйегін бүркіп, сорпасын ішіп отыр. Сондықтан бұл жерде қандық қатынас негіз еткен қатынас жоқ, бауырлар. Соны түсініңіздерші. Кеше Ақсақ Темір мен Тоқтамыстың тұсында қазақ пен өзбек қалай соғысты. Кеше Баязит Сұлтан мен Ақсақ Темір қалай соғысты. Кеше Бабырды Орта Азияға сыйғызбай жер аударып жіберген қалай болды. Сол кешегі солармыз. Бәрі аяқ астынан ойбай, кардашпыз, туыспыз деп табыса қалады деп ойламай-ақ қойыңдар. Ондай тәтті қиялға берілмеңдер.
Кеше бір тілде сөйлейтін Англия империясы мен Америка демократтары екі ел болып қалыптасты. Осыдан ақ біліңдер, қандық қатынас, тектік, бір сондай бір гендік қатынас бойынша немесе бір өйтіп қиялданбаңдар. Мәңгілік дос жоқ, мәңгілік жау жоқ, мәңгілік мүдде бар. Ұлтта, мемлекетте ешқашан дос болмайды, мүдде болады. Мүдделердің қағысы мен тоғысынан қазақтың қамын ойластыру керекпіз. Сені жарылқайын дегенде батыс жоқ, бірақ мың жек көрсеңде батыстан басқа таңдауың жоқ. Демократия ең жақсы жол емес, бірақ бізде одан басқа таңдау жоқ деп Черчилль айтқандай, диктатура бүкіл адамзаттың соры. Анау өздерін әдемі, керемет, діндар ғып, ғұлама, әулие, құтқарушы қылған барлық диктаторлар мың жерінен 6 қабат аспанның ар жағындағыны біліп, 7 қабат жердің түбіндегіні меңгерген әулие болса да, тақта ұзақ отырғандардың барлығы диктатор, барлығы әділетсіз. Қазақты тек демократия құтқарады. Оқиық, өсейік, көзімізді ашайық, тар шеңберлі саяси ойындардан арылайық, деколонизация, яғни отарсыздану күресін бастайық, байлықты қолымызға алайық, барлық сұмырайларды соттайық, сонымен бақытты баяшатты болып, сосын кіммен туыспыз, кіммен доспыз, содан кейін ойласайықшы. Алданбаңдар.